Сәлем достар, бүгін сіздерге осындай ерекше дәмді әрі жасалуы да сондай оңай маффиндің рецептін ұсынамын. Видеоны соңына дейін қараңыздар және каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдымен таза құрғақ ыдысқа жұмыртқа, қант, шым-шым тұз және ванильді қантты қосып, барлығын венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бұл жерде бізге пышный масса қажет емес, сондықтан миксерді қолданбаса да болады. Кейін осы массамызға жылы сүтті, сұйық майды және ерітілген сары майды қосып, тағы да араластырып жібереміз. Достар, осы тұста айта кетейін, менің каналымнан бұдан да бөлек көптеген тәттілердің рецептін таба аласыздар. Описаниеда ссылкасын қалдырамын, не болмаса менің каналыма кіріп көрсеңіздер болады. Осылай біріктіріп араластырып алдық және соңында ұн мен қопсытқышты араластыра отырып біздің сұйық массамызға қосатын боламыз. Және біздің қамырымыз видеода көрсетілгендей қоймалжың, кішкене қоюлау болу керек. Қамырды араластырып алғаннан кейін соңында кез келген замороженный ягоды не болмаса свежий ягоды қоссаңыздар болады. Мен бүгін осындай қызыл смородинаны, яғни қарақатты ұнға араластырып қосқан болатынмын. Бұл біздің маффинымызға ерекше дәм береді, сондықтан міндетті түрде ягоды қосыңыздар. Енді осы дайын болған қамырымызды формаларға орналастыратын боламыз. Мен бүгін осындай бумажный формочкалар қолданған болатынмын. Бұндай формочкаларды міндетті түрде 2 қабаттап пісіру керек, себебі пісу барысында біздің маффиналарымыз көлемін үлкейтеді және ол жайылып кетуі мүмкін. Сол үшін міндетті түрде 2 қабаттап пісіру керек. Бұндай формалар болмаған жағдайда бұның орнына силиконовый форма қолдануға болады. Кейін маффиналардың үстіне қалауымыз бойынша ягодалар орналастырамыз және қызып тұрған пеште 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Пісу барысында осылай үлкен болып көтеріліп, әдемі болып пісіп шығады. Көріп тұрғандарыңыздай, соңғы 2 маффины менде кішкене жайылып кеткен, яғни бұл бір ғана слой формамен пісірілгендіктен осылай жайылып кетеді. Сондықтан міндетті түрде 2 слоймен пісіресіздер. Және силиконовый формада да дәл осындай әдемі болып піседі. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Аз ғана уақытта алады, әрі өте дәмді болып шығады. Балаларға да, ересектерге де ұнайтын рецепт, сондықтан міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз және ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп алыңыз және лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға ас болсын.